Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай қасықтарымызды тазалап алуға лайфхак көрсетемін. Ең бірінші бізге осындай қасықтарымызды бір-бір қарап шықсаңыздар, көзіңізге көрінетін болады. Ең бірінші бізге ас содасы 2 кішкентай қасықпен, сосын тұз қажет. Оның үстіне су құямыз. Суыңыз қасықтарыңыз батқанға дейін құю керек. Одан кейін 20-25 минут қайнатып алыңыз. Жуылған қасық пен жуылмаған қасықты салыстырсаңыз, екеуі жер мен көктей болады. Ыдыстарыңыз өте жылтырап, керемет болып шығады. Эффект супер просто. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Болашақта жақсы лайфхактармен бөлісетін боламын. Жуылған қасықтарымды жақсылап сүртіп алдым. Өте керемет, көрдіңіз ба, жылтырап тұр. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет.